Біз табиғаттан тек қана керек ресурстарды алып, оларды өндірудеміз, бірақ оның қалдықтары табиғатқа орасан зиян келтіреді. Талай жануарлар және де өсімдіктер жойылуда. Және де бұған тек қана бір себеп бар. Бұл табиғаттың ластануы. Адамдар өз істерін байқамай табиғатқа үлкен зиян тигізеді. Және де біз еріктілер тобы осы мәселенің шешу жолдарын таптық. Ал енді іске кірісейік. Ең бірінші біз осындай ағаш қалдықтарын бір жерге жинап, оларды осындай жүк мәшинесіне салып, арнайы қоқыс орнына апардық. Келесі біз осы науқанға өзіміз ғана емес, мектеп оқушыларын да шақырдық. Өсімдіктер жойылуын болдыртпас үшін біз осындай әртүрлі өсімдіктер тұқымын саламыз. Және де біздің мектепке сырттан қонақтар келіп, осы науқан туралы айтып, бізге көптеген ақпараттар берді. Осы науқанға тек қана үлкендерді емес, кіші сыныптарды да шақыру үшін арнайы плакат салып, табиғат туралы ақпарат айтып, осы науқанға қатысуды шақырдым. Бұл көріп тұрғандарыңыздай біздің жобамыздың іске асуы. Ал енді біз осы жобаның науқанның арқасында бірінші таңдаған табиғат бейнесіне жеттік деп ойлаймын. Осымен видео өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Табиғатымызды аялайық.